Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай көйлектің кішірейіп қалған кезде қалай үлкейтуге болатын туралы көрсететін боламын. Бұл менде қазір екі қызымның көйлегі. Бізде қазір етек жағы кең болғандықтан бұл жақтан ешқандай проблема жоқ. Бізде кеуде тұсымыз тар болып қалды. Осы кеуде тұсымызды қазір үлкейтетін боламыз. Мінекей мынандай белі, көкірек жақтарын қатты қысып тұр. Замокты жапқан кезде арқасын мүлде қысып қалады. Сол үшін мен қазір осыны бір размер болсын, екі размерге болсын, шамал арқасын қыспайтындай етіп кеңейтетін жолын көрсетемін. Осы замок потайной замок деп аталады. Осы замокты қазір мен алдын ала сөгіп алдым. Қазір мынау үлкен қызымның көйлегін осы арқасын сөгіп алып, мінекей оған мен қазір осыған түсетін осы цветті астарлы мата әкелдім. Астарлы мата сияқты осы түске ұқсайды. Және де осындай гүл дайын метражный, мінекей осы түстері өте бір-біріне ұқсайтын болғандықтан мен қазір арқасына осы жерін замокты сөгіп алдым отдельно. Замокты сөгіп алған соң осылайынан өлшеп, осы жобада, осындай үлкендік жобада, осынша кеңдікте осы жерге өлшеп салатын боламын екі жағына. Екі жағына салған соң оның үстін машинкамен тіккен кезде осылайынан екі қабаттап, мына беті осылайынан болса, екінші беті осылайынан мінекей ортасына замок түсіреміз. Сонда біздің артында астарлы мата болғандығы ешқандай білінбей қалады. Осынша кеңдікте, мінекей астында мынанша кеңдік, мына жерден осынша кеңдік жасайтын боламыз. Көйлегіміздің кеудесі қыспайтын болады. Ал егер де сіздерде мынандай ұзындығынан да қысқа болып қалатын болса, менің қыздарыма қазір 6 айдай болып қалды бұл көйлекті кимегенімізге, кішкене тарып қалды. Сол себепті мен арқасын кеңейткелі тұрмын. Егер де сіздер осындай ұзындығынан кеңейткілеріңіз келсе, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай, мүмкін осы мынандай тор маталарын алып тастап та өзгертуге болады. Осы жерге болмаса, осындай болып тұрса, осы жердің лентасының астына лентаны сөгіп алып, осындай көлемде қойып, ол кезде мына метражный жаттырылған самоклейші дейді, осындай лентасын алып тастап, осынша көлемде қосып, мінекей сондай етек түседі. Сол кезде де осындай гүлді білдірмей түсіріп жіберуіңізге болады. Мінекей сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Мен қазір енді арқасын кеңейткелі тұрмын. Арқамыз кеңейткенде мен қанша көлемді кеңейтемін, соған қарай матамды өлшеп аламын. Қолмен көктеп аламыз бірінші орында. Себебі осылайынан тульдары жалбырап тұрған себептен бізге машинкада керек жасамас үшін қолмен көктеп алып, қысқарып қалған, я болмаса тарылып қалған киімдерімізді өте арзан бағада кеңейтіп алсаңыз болады. Осы көйлектердің өзі қазір бұл қымбат көйлек почти. Сол үшін бір рет кигендіктен мен қайтадан кие алмай қалмасын деп осы матаны 700 теңгеге алдым. Гүлдің метрін 500-ден алдым. Мен қазір екі көйлек жасаймын. Екі көйлекке 2 метр қылып алдым. Примерно артылып қалады